Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін мен сіздерге барни тәттісін үйде жасап көрсетемін. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаны, сұйық майды, қантты және сүтті құйып миксермен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Үстіне ұн мен қопсытқышты електен өткізіп саламыз және біркелкі қамыр болғанша миксермен араластырамыз. Қамырымызды жасап болдық. Енді одан 2 ас қасық қамырды бөлек ыдысымызға құйып аламыз және оның үстіне 1 шай қасық какаоны салып араластырамыз. Ол бізге барнидің көзін, аяғын, қолын жасауға қажет болады. Енді қамырларымызды кондитер мешогына салып дайындап аламыз. Барнидің арнайы силиконды ыдысын алып майлаймыз. Оны кондитер дүкендерінде сатады. Толықтай сұйық маймен майлап шығу қажет. Содан кейін біз какао қосылған қамырымызды алып, барнидің аяғына, қолына, құлағына және тұмсығына құйып шығамыз. Ол міндетті емес, әсемдік үшін жасалады. Барлығын жасап болғаннан кейін қамырымызды алып, барнидің жарты бөлігіне дейін құйып шығамыз. Өз қалауларыңызға қарай барнидің ішіне вареный сгущенка салуға болады. Барлық қамырды құйып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 150 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің үйде жасалатын, өте дәмді, өте әдемі болып шығатын барни тәттілеріміз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.